Балалар, бүгін біз қазақ тілі пәнінен мәтін және сөйлем Наурыз мейрамы тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер мәтінмен және сөйлеммен жұмыс жасайсыңдар. Ең алдымен оқулығымыздың 98-ші бетіндегі Наурыз туралы мәтінді мұқият тыңдап алайық. Наурыз қазақша жыл басы. Бұл кезде күн ұзарады. Қыста жоғары көтеріле алмай, төменде болатын күн енді өрмелеп, төбеге шығады. Осынау шуақты әрі батпай ұзақ тұратын көктем күнін қазақтар қадірлеп ұзын сары деп еркелете атаған. Оның мағынасы терең, ұлыстың ұлы күні деген сөз. Бұл күнді тойлау халқымыздың ежелгі салты. Балалар, біз тағы Наурыз мейрамы туралы не білеміз? Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Наурыз мейрамы 21-23 наурыз аралығында аталып өтіледі. Наурыз парсы, кавказ және түрік халықтарының арасында көктем мейрамы және жаңа жылдың басталуы ретінде тойланатынын білеміз. Халықтың баяғы түсінігі бойынша бұл түні даланы Қыдыр ата аралайды деп түсінген екен. Ұлыс күні қазақ елі үшін әрқашан қасиетті келі саналған. Халық таза жаңа киімдерін киіп, бір-бірімен қол алысып, амандасып, төс қағыстырып, жақсы тілектер айтады. Мерекеге арнап 7 түрлі дәннен наурыз көже дайындалады. Ал енді сендерге тапсырма. Оқулығымыздың 98-ші бетіндегі 10-шы жаттығу. Сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып жаз. Яғни бізде сөйлемдер берілген. Наурыз жыл басы, бұл кезге күн ұзарады, түн қысқарады. Наурыз ұлттық дәстүрімізді дәріптейтін мейрамымыз. Осы сөйлемдердің арасына тиісті тыныс белгілерді қойып, көшіріп жазамыз. Келесі тапсырма. Біз жаңа ғана айттық. Наурыз мейрамы кезінде 7 түрлі тағамнан наурыз көже дайындалады. Қазір төмендегі кестені пайдалана отырып, наурыз көже құрамына енетін дәм атауларын толықтырамыз.